достар, таныс болайық. Мен латын әліпбиімен жазылған жаңа қазақ әліппесімін. Тұңғыш шыққан сиқырлы әліппемін. Мен сендердің білімдеріңді жетілдіріп, әріптерді үйретемін. Ал бұл істе маған айнымас достарым. Мәди мен Дана. Сәлем, достар! Мәди мен Дана. Мәди мен Дана сендерді қазақ әліпбиімен таныстыру үшін сиқырлы әріптер ғаламшарына саяхатқа аттанады. Дайынсыңдар ма, балақайлар? Сиқырлы әліппе. Ғаламшары. Мұнда не болған? Дана, біреу жылап жатыр. Сонда қарай барайық. Кеттік. Сен кімсің? Мен әдемілік ханшайымымын. Әдемілік? Сен неге жылап отырсың? Маған қараш. Қалай жыламай осындай әдемі болатын. Сонда бұл жерге не болған? Маған күш қуат беретін бойтұмарымды біреу ұрлап кетті. Енді ғаламшардың әдемілігін сақтап қала алмайм. Кімнің дәті барды екен? Ол да әрпінен басталады. Оны көрсеңдер, бірден танисыңдар. Сонда қайда барамыз? Мынау сендерге керек болады. Мынаны алыңдар. Бұл не? Бұл сиқырлы әйнек. Әйнек. Бұл сендерге соқпақ жолдардың ішінен тура жолды көрсетеді. Алға! Енді қай жолмен жүреміз? Әйнекті пайдалануымыз керек. Ол бізге тура жолды көрсетеді. Бұл әтеш қой. Дәл солай. Өзі әрпінен басталады. Менің ғаламшарымда. Не істеп жүрсіңдер? Сен әдемілік ханшайымының әшекейін ұрлап алыпсың. Қайтар қане? Бермеймін. Осылай әрдайым әдемі болып жүргім келеді. Егер әшекейді қайтармасаң, барлығынан айырыласың. Ғаламшарыңның қандай күйге түскенін қарашы.
әрдайым осындай әдемі қалпында қала беремін. Сен не? Біз жақсы істеріміз арқылы әдемі болатынымызды білмейсің бе? Маған бәрібір. Кетіңдер. Қарашы, бұрын қандай болғаныңды. Әшекейсіз де әдемі болған екенсің ғой. Жаныңда достарың болған екен. Ал енді жалғыз қалдың. Сенің әдемілігің ешкімге де керек емес. Әшекейді қайтар. Сонда жалғыз болмайсың. Енді бәріміз бірге жылдан ханшайымға баруымыз керек. Әшекей!